Қайырлы күн достар, бүгін осындай әдемі кусочек тортика деген бомбонерканы жинап үйренетін боламыз. Осы шаблонды сіздерге сыйлыққа беремін. Ол үшін маған тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Бізге шаблонымыз керек, оны шығарып аламыз осылай. Және де қиып шығамыз. Енді шаблонымызды қайырамыз сызықтар бойынша. Мен беговка жасамай қайыра салдым. 200 грамм фотобумагаға шығарсаңыз, беговка жасамай осылай қолмен қайыра салуға болады. Сол кезде оңай болады. Мына шетінде тұрған сызықты осындай канцелярский ножбен кесіп шығамыз. Ендігі кезекте двусторонний скотчпен шаблонымызды жинайтын боламыз. Именно осы жерге және төбесіндегі бір жер бар, қазір көрсетем видеода, сол жерге двусторонний скотч жабыстырасыздар. Сосын бір-біріне жабыстырып шығасыздар. Бағана кескен тесігімізге осы екінші жағын кіргізіп қоямыз. Сол кезде конфетті осы жерден салатын болады. Енді тортымызға осындай лентадан бантик жасап жабыстыратын боламыз әсемдеп. Бантигімізді шаблонға горячий клеймен жабыстыратын боламыз. Және де бантигімізді шаблонның осы арты ашылады дедік қой. Сол ашылған кезде бір жақ шетіне ғана жабыстыру керек болады бантикті, чтоб осылай артын ашуға болатындай. Неге әдемі шаблонымыз дайын болды.